Алматы қаласы, Алатау ауданы, Абдулла Қарсықбаев атындағы номері 41-ші мектептің 4-ші Е сынып оқушысы Нүсіпақын Медина. Оқуға құштар жобасын іске асыру мақсатында күзгі демалыс кезінде жалықпаймыз, кітап оқимыз атты іс шарасына қатыса отырып, Қадыр Мырза Әлидің «Құмырсқа еңбек ері» өлеңін оқыдым. Ол өлеңнен құмырсқаның іс-әрекеті еңбекқорлыққа, бауырмалдыққа, ұқыптылыққа және де жұмысты жауапкершілікпен орындауға үйретеді. Құмырсқа топпен жұмыс жасауды, ізденуді баулиды. Енді мен өлеңге тоқтала кетейін. Салмағы жоқ бір мысқал, еңбек ері құмырсқа, тау қопара жаздайды жұмылғанда жұмысқа. Күннің ғажап шуағы жалқаулықты қуады, жүкшілердей жұмыскер белді бекен буады. Жоқ ешқандай атағы, жоқ ешкіммен шатағы, илеуіне бірдеңе тасиды да жатады. Еңбек тірлік тынысы, ғажап енді мұнысы, бірі тастап кетпейді істеп жатқан жұмысын. Жаны жомарт шынында, қайғырмайды шығынға, қонақтыққа келеді өрмекші де шыбында. Қарамайды ол жасыңа, келсем болды қасына. Жиналады ол достармен майлы жілік басына.